Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендеріміз? Аман есенбіз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сол бүгін бірінші күн мына мұрындағы сплинттарды шығарып, содан енді емін еркін сөйлеп отырмын. 11 күн өтті ғой отадан. 10 күн сол ана сплинттарды киіп жүрдім. Оңай емес. Аттек прям көп қиналдым әйтеуір. Сонда да шыдау керек деген сон шыдап жүрдік. Енді соңғы 3 күнде уже кішкене жеңілдеу болды, бірақ ана күндері өте қиын болды. Күнде сағат кейбір кезде 4-те, 5-те оянып кетіп жаттым ғой. Ой, мұрынға былай не алсаң, тиіп қалсаң ауырады. Сол, енді бүгін күні түшкіріп жүріп білмеймін. Андай насмырк болады ғой. Грипп емес, енді насмырк сияқты. Сол түшкіре берем. Мұрымды сіміріп жүрмін күні бойы. Енді барлық жамандар шығып жатыр шығар деп ойлап жүрмін да өзім. Сол дәрігерге барып, ол кісі сол күшті супер болды деп, жақсы результат алдық деп қуантып жіберді. Сол енді бір мазь бар, бипантен деген, соны жағып жүру керек таңертең кешке. Сол 27-сі, 4 аптадан кейін тағы да барып көрсеміз да енді дәрігерімізбен тексеріп тұрамын деді ғой. Мен қалай бұл солай сізді тастап кетпеймін деп, контрольда боласыз, тексеріп тұрамын деп. Енді әрбір адамның өзін енді сонда организм әртүрлі ғой. Сондықтан контрольда ұстауым керек, тексеріп тұруым керек деп, сіз қашпаңыз, тығылмаңыз деп қояды. Қайдағы тығылу? Өзім іздеп бармасам ешқашан тығылмаймын дәрігерлерден. Енді дәрігерлер енді тоқыған адамдар дегендей. Сол, тем более мына дәрігер өте сондай тамаша. Бүгін құшақтап рахметімді айтып, рахмет сізге деп, қаншама 50 жылдай болып не алған проблемамды шешіп бердіңіз деп, рахмет сізге деп, сондай прям қуанып кеттім бүгін деген. Вообще красный день календаря деп қоям. Мен үшін бейрам. Сол, сіздерде біреулеріңізде сондай проблема болып жатса, ой, не алыңыз, емделіңіздер. Оңай нәрсе емес. Енді мұрынды жақсы не қылам, демалам мұрынмен. Екі мұрында істеп тұр. Сол, қиналғанда адам деген еш нәрсеге ешқандай көңілі болмайды ғой. Миында тек қана сол тұрады да, қалай демалсам, қалай емделсем дегендей. Күндіз-түні жөтел, жөтелді прям адамды қатты прям шаршатып жібереді да. Өзің қиналасың, қасындағы адамдары қиналады. Қандай жаман, ой, Құдай басқа бермесін ешкімге. Сол 27 ақпан күні үлкен ұлымыздың туған күні болған. Сол мен енді сол сплинтпен жүрдім ғой, енді үйде тамақ пісіретін, қонақ күтетін жағдай болған жоқ. Енді все равно мына бір апта, даже сол 10 күндей қызымыз келіп, сол тамақ пісіріп, бәрі біздің жағдайымызды жасады. Оған да рахмет. Кішкентай немере баласымен келіп, ол немереміз тоже кішкене жөтеліп қалған. Соған қарап, маған қарап, әйтеуір шапқылап жүгіріп барлығын үлгеріп жүрді ғой. Сол балаларға айтып қоям, рахмет айтыңдар әпкелеріңе. Ол болмаса қарындарын ашып столовыйларды жағалап жүруші едіңдер деп, заказ беріп, доставкаларға деп. Мен потому что вообще ешқандай мүмкіншілік болмады тамақ пісіруге, өйткені кішкене қозғалып қалсаң басың ауырады. Еңкеуге болмайды, ауыр затты көтеруге болмайды. Даже қазір қанша уақыт өтсе де 1 ай сондай немен жүру керек, ұстанумен. Ой, сол сондай. Ота деген оңай нәрсе емес.
Соны бүгін сол дәрігер сұрайды да, қалайсыз, өзіңізді не қылдыңыз, сездіңіз дейді, мына наркозды. Бәлтар қорқады дейді, содан қорқады дейді, наркоздан. Айтам, вообще ешқандай қиыншылық көрген де жоқпын. Сол ең қиыны сол мына мұрында тұрған нәрсе ғой, так негізі ешқандай қиыншылық та жоқ қой. Тем более қасыңда анандай поддержка болып жатса, бүкіл отбасың саған енді барлық жақсылықты тілеп отырса, жолдастарың хабарласып, содан енді барлық жағдайыңды жасалса, қандай қиыншылық бар? Ешқандай қиыншылық жоқ. Сол өте ризамын әйтеуір барлықтарына. Осылай көмек көрсетіп бізге. Дәрігер бірінші орындағы әрине. Содан кейін клиникада барлық жағдайымызды жасаған медбикелерге, үйде келгенде бүкіл отбасыма рахмет. Осындай көңілде болсаң, адам сол тез емделіп, тез жазылып кетеді барлығы. Менде мысалы сол бүгін тағы да неге барғанда клиникаға, сол бізге бірге жатқан қызды кездестім да, ол қыз 35 жаста. Ол Өскеменнен келген Алматыға, сол осы уақытты Алматыда отырды. Өзінің құрбылары бар екен, солар. Мен айттым да, мен сен уайымдадым, қалайсың, сен өз үйіңде емессің ғой деп. Ой, уайымдапмай қойыңыз, мені тоже жақсы қарады дейді, ана қыздарым дейді. Құрбылар ғой, тамағымды пісіріп берді дейді, мен жаттым, тек қана жүрдім дейді, далаға шығып серуендеп солай жүрдім дейді. Даже басымды да жуып берді дейді. Өйткені былай жууға болмайды ғой, былай ғана еңкейіп соласа жатқызып, мына жерге мойныма барлығын валик жасап дейді, жуып дейді. Айттым, рахмет сен құрбыларыңа осылай жақсы саған қызмет еткендеріне десем, дейді, мен де ризамын оларға деп. Сол осындай болу керек та негізі адам. Осындай қиын жағдайда көмектесіп жіберсе, мысалы бізден де қайтады ғой жақсылық. Енді ешкім ауырмасын әрине, бірақ енді үйде тоже біреу ауырып жатса, бізде шапқылап жүгіріп жүреміз ғой. Тамағын пісіріп, сұраған нәрсесін алып келіп, барлығын. Құдай осылай тек қана жақсы адамдарды қасымызға жинағанына Құдайға тәуба, рахмет. Ой, сол. Так что ауырмайық. Бірақ енді ауырып қалсақ, осындай жағдайда көмекшілер көбейсін. Сол немере де көмекші болды ғой. Мына жерде ойнап, жүгіріп, көңілді көтеріп, сол жыламай, не қылмай әйтеуір жүгіріп жүрді ғой, мына жерде ойнап. Сол сондай. Әйтеуір бәріне ризамын. Сол енді бізде суық, мына осы 19 ота жасаған күні көктем болып тұрса 25 градустық, потом где-то уже шыққан соң деген страшно болды ғой бізде. Қар деген, қар жауын бесконечный. Бір күні вообще 15 градус түнде, күндіз 10 градус. Қазір де минус болып тұр. Суық болды, соны ана қызға айтып тұрсам, ол айтады, мен келдім ғой, Өскеменнен ауа райын сендерге алып келдім ғой дейді. Бізде вообще 40 градус дейді, суық дейді. Бүгін сол поездбен кетеді, өйткені ұшақпен ұшуға болмайды бір ай. Ешқайда сонымен тек қана поезд или көлікпен жүру керек. Сол сондай жағдай бізде. Әйтеуір жақсы жаңалықтарды естейік, әйтеуір бүкіл әлем быт-шыт болып жатыр, барлық жерде соғыс, бір-бірін бомбалап жатыр. Енді Құдай ал Қазақстанға жолатпасын ондайды. Ой, қиын, қалай болады? Әйтеуір соларды ойлап қарасаң қандай вообще, ой. Не ұшады ғой ракета. Даже мына жерде самолеттар, бізде жол мына жерде бар да, біздің мынау именно ұшақтан ұшатын нелер, ұшақтар ұшады ғой. Сол кезде дауысы дегенде шыққанда шошып кетесің ғой,
сонда ойлайсың да мынау ракета ұшқанда ол 1000 есе сондай дауыс шығады ғой, қалай адамдар қорқады деймін да. Біз де қорқамыз ғой, мысалы мына жерде ана жолдың лежачий полицейскийлар бар ғой, сол деу анандай білмеймін енді вообще үш қабатты сондай биік нелер көліктер жүреді ғой, олар мысалы оған тоқтамайды ғой, өтеді, сонымен даңқ етіп, ой, шошып кетесің өзің, прям үйің көтеріліп түсіп кетеді, түскен сияқты болады да дауысы. Адам деген шошып кетеді әрине. А енді анау ракеталардың енді дауысынан адам деген вообще, наверное, шошып, білмеймін, тығылатын жерді орын таппай қашатын шығар. Енді Құдай басқа бермесін, ешқашан бізде соғыс болмасын. Сол Алладан тілейтініміз сол. Ешқашан соғыс болмасын, ұлдар ешқашан қару ұстамасын қолдарына. Ой, сол сондай. Аманшылықта кездесейік, сау болыңыздар барлықтарыңыз.